Бірінші сұрағым көлік министрі Сауранбаев мырза сізге. Қазір мынау туристер демалып жатқан уақытта пойыздардың кешігу мәселесі бізде әлі толық шешімін таппады, әлі де кешігіп жатыр. Мысалы, Алакөл бағытындағы пойыз онсыз да 24 сағат жүреді. Ол 6-7 сағатқа дейін кешіккені жайында әлеуметтік желіде жолаушылар жазып, шағымданып жатыр. Сіз бұл мәселені КТЖ-да отырып қатырмадыңыз. Енді көлік министрі болып бұл мәселені шешуге уәде бересіз бе? Қашан бізде пойыздардың кешігуі өз бағытында уақытылы бару мәселесі шешіледі? Жаңа сіз айтып отырған пойыз ол қай номер? Алакөлге баратын Жалаңаш станциясы бойынша Астанадан. Мен оны сұрап отырғаным, өйткені сіз КТЖ-де болып шешпедіңіз дегенсіз. Пойыз сізге қарады ғой КТЖ-ға. Сұрақты жауап берейінші мен. Ол жерде сіз білесіз, темір жолда істеп жатқан ол нарықта істеп жатқан компаниялар бар, 14 мекеме, оның ішінде тағы да КТЖ бар. Егер КТЖ-ге бар болса, оған мен толық жауап берем. Қазір министр болған соң, екі жаққа да жауап берем. Енді уәде бересіз бе, осы пойыздардың кешігуін тоқтатам деп уәде бере аласыз ба, көлік министрі ретінде? Осы мәселемен айналысатын уәде берем, бірақ оның шешімі өте ұзаққа кетеді. Ол инфраструктураға байланысты, үлкен қаражатқа байланысты. Өйткені жекеменшік компаниялар жаңа вагонды алу үшін оған үлкен қаражат керек. Ол мәселелер оларға шешу керек. Сонымен бірге айналысамыз.